Сәлеметсіздер ме? Мен Ихсанова Аялым Серқалекызы, Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы. Бүгінгі біз қарастыратын тақырып Total Commander файлды қабықшасы. Бүгін біз Total Commander'дан мүмкіншілігімен, интерфейсінің сипаттамасымен, пернетақта комбинациялармен танысамыз. Жалпы Total Commander дегеніміз не? Ол операциялық жүйедегі Windows'ın жұмыс аспабы, файлдық менеджер. Яғни программа Windows ортасында файлмен жұмыс жасау үшін арналған. Өз мүмкіншілігіне қарай ол сілтеуіш программасындағы файлдық менеджердан жақсырақ тұрғызылған және оның сыртқы көрінісі мен интерфейсі Norton Commander'дағы MS-DOS программасына ұқсас. Қысқаша тарихына көз жүгірте кетейік. 1993 жылы 25 қыркүйекте алғашқы неміс тіліндегі нұсқасы қолжетімді болды. Бұл Windows Commander деп аталатын сол кездегі Norton Commander DOS файл менеджерінің Windows клоны болды. 2002 жылы 29 қазанда Microsoft корпорациясының патенттік талабы бойынша ағымдағы атауына өзгертілді. 2009 жылы 16 шілдеде 7.5 нұсқасынан бастап орыс локализациясы бағдарламаның дистрибутивіне кіреді. 2011 жылы 19 маусымда Android құрылғыларына арналған Total Commander бірінші нұсқасы пайда болды. Бағдарламаны құрастырушы Кристиан Гислер 1969 жылы Швейцарияда дүниеге келген. Total Commander қашан, қалай және қай жерде құрылды деген сұраққа сұхбаттардың бірінде мен оны 1993 жылы үйде жаздым. Бұл менің университетте оқып жүрген кезім болды. Мен оны өзім үшін жаздым. Өйткені сол кездегі барлық файл менеджерлері маған ұнамады деп жауап берді. Total Commander'дан мүмкіншілігі өте зор. Total Commander программасының интерфейсі Norton Commander программалық қабықшасына ұқсайды. Мұнда файлдардың атауы, типі, өлшемі, уақыты көрсетілген. Total Commander көп командалардың қарапайым пернелерді басу арқылы орындауға болады. Drag and drop қолдауы, сілтемеге ұқсас, бар объектіні тышқан сілтемесі арқылы апару, көшірімді кеңейту, ауыстырушылық, атын өзгерту және файл мен каталогты жою. Файлдық архивпен жай директория сияқты жұмыс жасау. Файлды тез арада архивке көшіруге болады, немесе архивті дискке және архивтен жоюға болады. Total Commander меню командасына өз программасын жіберіп қосуға болады. Программа жіберу үшін командалық жолға MS-DOS-тағыдай әртүрлі параметрлер көрсетіледі. Файл іздеудегі функцияның кеңеюі, zip форматындағы файлды орамдау. Сонымен қатар Total Commander'дан мынандай ерекшеліктерін айта кетпеске болмайды. Бірнеше тілдерді сүйемелдейді, жиі қолданылатын каталогтарды есте сақтайды, желіде тиімді жұмыс жасайды, плагиндерді сүйемелдейді. Файлдар мен бумаларды әртүрлі қасиеттері бойынша іздеп, салыстыру жүйесі қалыптасқан. Енді Total Commander'ның интерфейсінің сипаттамасын айтып өтейік. Терезенің жоғарғы жағында тақырып жолының астында Total Commander'дан мәзір қатары орналасқан. Мұнда келесі бөлімдер бар: файлы, выделение, команды, сеть, вид, конфигурация және запуск. Файл бөлімі файлдармен жұмыс жасауға арналған командалардан тұрады. Бұл командалар көмегімен файл атрибуттарын өзгерту, файлдарды орау, оны бірнеше бөлікке бөлу және қайта жинақтау әрекеттерін орындай аласыздар. Келесі бөлім файлдарды ерекшелеу командаларынан тұрады. Команды бөлімі Total Commander'дан қосымша командаларынан тұрады. Желі бөлімі, яғни сеть, бұнда желі мен желілік ресурстармен жұмыс жасауға арналған командалар бар. Бит бөлімі ағымдағы жұмыс терезесін күйге келтіру командаларынан тұрады. Бұл бөлімдегі командалардың көмегімен файлдар бейнеленетін терезе түрін өзгертуге, оларды сұрыптау тәсілін, мысалы кеңейтілімі, мерзімі және уақыты бойынша бере аласыз. Конфигурация бөлімі Total Commander'ды күйге келтіру командаларынан тұрады және запуск, іске қосу. Енді өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, төменгі жақта функционалды пернелер және олардың қызметі қасында жазылып көрсетілген. Олай болса, функционалды пернелер және пернелер комбинациясына қысқаша тоқталып өтейік. Total Commander'дағы көптеген әрекеттерді пернетақтаның белгілі бір пернелер комбинациясын басу арқылы орындауға болады. F1 анықтаманы шақыру үшін қолданылады, F2 терезе құрамын жаңарту, F3 файлды қарау, F4 файлды редакциялау, F5 көшіру,
F6 файлдардың атын өзгерту немесе тасымалдау, F7 каталогты немесе буманы құру, F8 файлды немесе каталогты жою, F9, F10 Windows командаларын мәзірін активтеу, Alt F1 сол жақ терезедегі дискінің атын өзгерту, Alt F2 оң жақ терезедегі дискінің атын өзгерту, Alt F3 сыртқы программа қараушының көмегімен файлды қарау, Alt F4 программадан шығу, Alt F5 файлды орамдау, Alt F7 файлды іздеу, Alt F8 командалық жолда алдын ала орындалған командалар орналасқан терезені ашу, Alt F9 файлды ашу, Alt F10 ағымдағы диск ағашының терезесін ашу. Total Commander жақсы жұмыс жасау үшін мәзір жолында конфигурация, настройка командасын орындап, мына суреттерде көрсетілгендей керекті жерлерге жалауша белгісін қойып, сәйкесінше өзгерте аламыз. Сонымен біз бүгін Total Commander файлдық менеджермен танысып, оның мүмкіншілігі көп екендігіне көз жеткіздік. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.